Can Koca günü saatte ötsün. Tamam, bir gün oku. Atananın ümidin ak terdiğinde. Armandan acıtı etsek. Arman Sabahları çekeceğiz olsun. Demin sağlık sesini olsun. Zihnin açılsın. Bilimde bol. Allah sağ olsun. Tamam mısın? Rahmet köp kan şapala buranı. Allah'ın tez topqa boylu aksın. Topqa boylu aksın. Biz bir qavat sandayız. Осы boyunca hazır 3 topqa bölünетін bolamız. Ya? Осы boyunca topqa bölünemiz. Endi balalar endi o'si bo'yicha sari tusli tatuvlik to'bi birinchi to'pqa kela qo'yingizlar. Do'stlik to'bini tanlagandir, ya'ni qizil tusni tanlagandir balalar. Ikkinchi to'pqa o'tiradi. Bizga sari tusni tanlagan o'quvchilarimiz uchinchi to'pqa tatuvlik to'bi o'tirsin. Balalar bo'lay bo'lsa, ba'zimiz taxtaga qaraymiz. Bugungi tarbiya soatimizning taqribi tatuvlik do'stlikning kiyili besiga deb ataladi. Balalar endi do'stlik turali qalay tushunamiz? Jalbo do'st deganimiz kim javob beradi? Jalbo jon do'stimiz bormi? Do'stga sevgisi jalbo. Ya, beraylik. Dost deganimiz so'rama tanlasdan umrning so'maydigan jonimizda biletimiz kerakmiz. Жақсы. Тағдатым бар, айтамын дейlik. Dost деген бұл біздің ақылшымыз, сырымызды оған қорқпай айтамыз. Сенеміз, ya, өте тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, достық ұғымын түсіну, нағыз досты ажырата білу және де неге достына адал болуды үйрену, ya, жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты осылай екен. Олай болса, достық адамдардың бір-біріне адал, қалтықсыз, сеніп бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың рухани жақындықтың белгісі болып табылады екен, иә балалар? Мына жерде балалар кім оқиды? Қысқаша мәлімет берді достық туралы. Тоғжан тұра ғой. Nağız dostluq kisiga şabat berib, bo'lmasa kelgusidagi turli satsizliklarga mo'yinlovga, boshqa tushgan xayri men qiyinchilikda jardamlashadi. Ya, bunga bo'lgan xayri men qiyinchilikda jardamlashib ko'maklashadi, o'tiramiz. Dost жолында құрбан болу емес, нағыз досты табу қиын дейді. Келісеміз бе балалар? Қалай ойлайсыңдар? Келісеміз бе? Бала енді қазіргі көретініміз достық жайлы видео көріп өтетін болсақ. Dost olan dese, dostun saymasını bakmak. Dostuna sonra, dostun ben bana anlattım. Dost olan dese, sen dedi dost bir dostasın. Sen dedi dost bir dost olduğunda durmaksın. Dostları yok bir, akara dostun caksıydı. Dost mal mıydı? Dost mal mıydı? Kapşıydı. Dostlarım bugün dostlaştırmayı nasıl olur? Dostlaştırmayı olay okulur, nasıl yedir? Dostlukka jürmün umardık, ölgeli jürmün, özümü öldürdülerdi. Жауыздың барып, жанының өзі болғаннан, достардың барып, ауырсын жүрген, мыңартып. Досың саған сенемін, сені өтемін. Жолы
деген адамды көрге кел. Достық деген ақыл жерге кел. Қыран түлкі тамаша дәл осында отырмын думан тойдың арасында. Береке бойдан асып жатқанымен ол құтырып көңілімен санасында. Рахмет. Балалар, жалпы мына видеода достық туралы айтылған екен, иә? Бұлай болса, балалар, дос жандардың мінездері әртүрлі болып келуі мүмкін. Мына мәтінді кім оқиды? Аха, Нұрасыл, тұра ғой. Сол біреулер қызғалдақ не шамалып не, екіншісіне де тұйықтық не. Жігерсіздік байқалса да, олар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достықтың осындай кемшіліктердің арылуға көмектеседі. Рахмет. Отыра ғой. Бізде келесі достар жайлы көрініс. Bir күні бала кезінде бірге өсіп келе жатқан 3 дос көшеде келе жатады. Сөйтіп, бір қайыршыға көздері түсіп, сонда мейраммен тұрып. Достар, мынау қайыршыға көмек берсе қайтеді? Я бұл дұрыс шешім. Адамға көмектескен сауап емес пе? Үйімізде кимейтін киім-кешегіміз болса, осы істе алып кел. Ең болмағанда бір жамылғы алып келіп берейік. Рүстәлет, сен бұған қалай қарайсың? Осы кезде Рүстәлет ішінен үндемей тұрады да қайыршыға көмектескісі келмей. Рүстәлет, жаңа ғана жақсы едің ғой. Қай жерін алыпты? Мейраммен жедел жәрдем хат. Алло, сәлеметсіз, бұл жедел жәрдем бе? Бізге көмек керек. Сәлеметсіз, кімнің қай жерін алыпты? Менің досым аяқ астынан ауырып жатыр еді, оны тексеруімізді өтінемін. Сіздің қай жеріңіз алып тұр нақты? Сіздің ешқандай жеріңіз алып тұрған жоқ, сіз саусыз. Сізді қайтып Сіздің қай жеріңіз алып тұрғаныңызды айтса, бізді хабарласасыз. қайта бермес менің қадағалайды. Досым, сен бізді алдадың ғой. Анау отқан қайыршыға көмек бермес үшін сен осылай жасадың ғой. Бұл қайткенің? Досыңмен дос болудан шаттан, дұшпанмен дос болудан сақтан демекші, сен бізге дос болдың ба әлде дұшпан болдың ба? Заттың жаңасы жақсы, достың ескісі жақсы деуші еді. Бала кезден бері дос едік қой. Мен сені мұны күтпедім. Достар, кешіріңіз, біз қателестік, мен біле аламайды. Осылайша 3 дос бір-бірінің қатесін түсініп, қайыршыға көмек беруден қол ұшын аямайды. Балалар ендеше көріністі тамашалады. Олай болса тақтаға қараймыз. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді екен. Мына достық туралы жақсы айтылған мәтін тұр. Кім? Дауыстап оқиды. Арсен, тұра ғой. Халық арасында достар туралы мақал-мәтелдер жеткілікті. Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады. Дос жақсының өзі де жақсы. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны, күлгені, қайғының бәрі соңында. Арасында достыққа қарама, қарсы оғым, қастық пен күлшілік мұндай сезімге Ең алдырғанда басының қуаныш қызығын, ырыс бағынын көтере алмайды. Дос дегенің не екендігін білмейді. Дос дегенің не екенін білмейді екен, я? Келесі, балалар бізде сканворд. Олай болса, 3 топ жарысамыз, сұрақ қойылады, одан соң жауап береміз. Балалар, олай болса, тақтада тұрған сканвордты шешуге атсалысамыз, топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрақты оқимын. Қиын уақытта көмекке келетін сенімді адамның. Бірінші топ қол көтерді. Достық келіп жазамыз. Қиыншылықтарды басына алатын дос. Келіп жазамыз. Жазамыз достық. Бірінші қол көтергенге есептелінеді, иә? Достық. Рахмет. Отыра ғой, Нұрасыл. Масынан бір смайлик, қолына бір смайлик. Екінші сұрақ. Адам бойындағы бағалауға лайық өрнекте ақыл емес. Жандос. Тұра ғой. Жандос. Жоқ. Адалдық шыншылдық. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Қ әріпінен басталады. Бұлай келе ғой. Яғни адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ақыл емес. Рахмет, көп отыра ғой.
Üçüncü sıraqqa dayındalamız. O'tirib javob bermaymiz, qo'limizni ko'taramiz, ya bolalar. Is, bir-ikki, ko'z Kıstemiz. Arsen. Nusaya. Kıstemiz. Anızaq bir-ikki so'zni isbanoga qilasiz, ma'nosi. Atrofga Жарайсың. Bizde birlik to'bi aldı kelishadi. Alda әлі 4 сұрақ бар. 2 topqa жетіп алуға әлі мүмкіндік бар екен, иә? 4-ші сұрақта мұқият тыңдаймыз, шулама. Иә, балалар? Туысқан адамдар мен жақын достар қалай аталады? Бірінші қол көтерді, иә? Бірінші қол көтерді. Бесінші сұрақты мұқият тыңдаймыз. Рухани құндылықтардың бірі. Бейбітшілік. Жоқ. Болмос. Жоқ. Татулық. Дұрыс емес. Қандай? Қамқорлық? Рухани құндылықтардың бірі. Қамқорлық. Жоқ. Ж әрпінен басталады. Жақсылықты кім айтты? Жақсылық екен. Рухани құндылықтардың бірі бізде жақсылық екен, жақсылық жасау екен, иә балалар? Дұрыс. 6-шы және 7-ші сұрақтар бар. Көз алайық балалар, иә? 6-шы сұрақты оқимын, мұқият тыңдаймыз. Қиын сәтте досын сатпау. Адалдық. Диана бірінші айтты. Жарайсың, Диана бірінші айтты. Жетінші сұрақты оқимыз. Балалар, айналамдағы адамдарға құрмет көрсетіп, оларға дұрыс емес. Мұқият тыңдаймыз. Бірінші мұқият тыңдаймыз. Айналамдағы адамдарға құрмет көрсетіп, оларға қамқор боласыз. Арсен бірінші айтты. Енді мында жазып жіберсеңізші. Тамаша. Бұлай болса, балалар, самбот шешу барысында бізде ұпай жинадық. Яғни, кімде қай топта неше стикер болды? Біліп тобын. 4 стикер. Достық тобында бізде 1 стикер екен, және татулық тобында 2 стикер екен. Бізде жеңіске жеткен 1 болды. Балалар, енді олай болса, келесі кезекте бізде бәріміз тақтаға қараймыз. Дос табу оңай, ал оны сақтау одан да қиын. Достық жайлы бізде кім оқиды? Мейрамбек оқи ғой. Достық қатынасқан нәзіктікпен қарап, беріп сақтау керек. Өйткені ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. Яғни достықты біз ешқашан досымыз сатпауымыз керек, оны беріп сақтау қажет екен, иә балалар, иә? Енді балалар, келесі кезекте 3 топта тағы да жарыс болады. Ойла, тап әдісі. Қазір сіздерге алдарыңызға 3 топқа да бірдей қарақтар таратылатын болады. Бірлік тобына. Алдымен түсіндіріп өтейінші балалар. Мына жерде кім, қай топ, неше сөз табар, біз оған жеңіске жетеміз. Екінші топ. Және де бізде 3-ші топ. Балалар, мына ойланбақ әдісінде бізге 20 секунд беріледі. Топпен жұмыс жасаймыз. Кімден қанша сөз көбірек табады, сол топ жеңіске жетеді.
Абай біз болдық. Бала бұлай болса, уақытымыз аяқталды. Қай топ оқуға дайын? Бір топ бірінші болып өтеді. Неше сөз таптық? Алдымызда 5 сөз тапты. Біріншісі Қарақат, екіншісі алмұрт, үшіншісі лимон, төртіншісі шие, бесіншісі апельсин. Бесіншісі апельсин. Рахмет. Достық тобы. Достық тобы. Неше сөз таптық? Айта ғой. Bizga qaraqat, shiya, ish, almond, ayu, sal, limon, limon, murt, raqat, so'zin aqti. Ne diyor aqti? Tamam. Tatlı тобынан Aliya okuyor ғой. Қарақат, шие, алмұрт, Алған тыңдаймыз балалар. лимон, ат, аю, апельсин. Ат, аю, апельсин. Мұнда бізде жеңіске жеткен достық тобы. Бала бұлай болса, қазіргі жасаған жұмысымызға байланысты әр топқа бір стикерден беріледі. Және де бізде достық тобы жеңіске жеткендіктен оларға 2 стикер беріледі. Бізде татулық тобынан 1 стикер беріледі. Келесі кезекте балалар бізде досыма тілек атты әдісі. Балалар мына жерде не істейміз? Қазір қолдарыңызға тілек парақтарын таратамын. Өзіміздің құрбымызға, жолдастарымызға арнап жақсы тілек жазамыз. Кім өте тамаша тілек жазады, ұпай беріледі. Олай болса, әр топқа парақтар таратамын. Бірігіп жазсақ та болады. Достық тобына және де татулық тобына есімдерін жазсаңдар болады. Балалар, алдымызға берілген параққа әдемі етіп досымызға тілек жазамыз. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Топпен бірігіп жазсақ та болады. Балалар, бұлай болса уақыт аяқталды. Досымызға арналған жақсы тілектерімізді оқып бастасақ. Әнеки, бірлік тобы бастасын. Кішкене шумақтай өлең Жарайды. өмір жыры таусылмасын мәңгілік тұрсын алдан арайланып таңгүл бақыт болсын әр қашанда жоғары шаттығымыз таусылмасын сусындай молығы. Тамаша. Келесі кім оқиды? Қымбатты да ардақты досым. Дос деген үш әріптің астарында өте қасиетті ұғым жатыр. Саған өмірдің мәнін, сәнін, жақсылығын тілеймін. Досқа тілек жақсы ғой, дос дегенің асыл ғой демекші, сырымды, мұңымды, қуанышымды сенен бөліскеніме қуаныштымын. Рахмет, досым деген сөзіңе, күлкі тілеймін жүзіңе, ауырма, сырқама, әлемдегі бар жақсылықты саған бұйырсын. Рахмет. Тамаша. Келесі кім оқиды? Бірлік тобынан аяқталды ма? Жарайды. Сәлем болсын, мен саған тілерім өмірдегі ең басты жан болуыңды тілеймін. Елмен бірге өмірінің соңына дейін жан досым болуыңды тілеймін. Біз өмір бойы бір-бірімізге адал болуыңды тілеймін. Ауырма, ата-ананың және достарының алдында абыройлы да ардақты болып жүре бер. Біз сені жақсы көреміз. Біз сені жақсы көреміз. Тамаша. Бірлік тобы достық тобынан Кәусар оқи қойшы. Құрметті досым, әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Армандағы мақсаттарыңа жетеді. Өмір жасың ұзақ болсын. Сәттілік әрқашан сенің жанында жүрсін. Деймін бақытты өмір ашық аспан, жалғанда тілек бар ма одан асқан. Аман боп жанұяң мен бауырларың, жалғансын ақ таңдар нұрын жыр. Тамаша. Мейрамбек оқи ғой. Бауырымдай болған досым тұрарға арнайы тілек. Бауырым, өмірің ұзақ болсын, көңіл көңіл, өзгендей өмір, қажымас қайрат, талмас қанат. Күн нұрының шапағатын, ақыл құстың махаббатын тілеймін. Абайдың ілімін берсін, пайғамбардың сабағын берсін. Ата-ананың үмітін ақтап, Алланың сүйген құлы болғайсың. Екеумізге мәңгі дос болуын нәсіп етсін. Сәлеммен Мейрамбек. Тамаша. Сәлеммен Мейрамбек деп аяқтаған екен. Достық тобынан бар ма тағы да оқиды? Тамаша. Татулық тобы кезектегі Әлия оқи ғой. Мен тыңдаймыз. Ең жақын досыма айтқанда, ол менің бауырымдай болып кеткен. Бауырыма тілеймін, бар жақсылықты досыма да тілеймін. Саған зор денсаулық, басыңа амандық, жаныңа жақсылық тілеймін. Саған көлдей көңіл, өзендей өмір тілеймін. Сен менімен бірге қиыншылықта да, қуанышында да бірге болғаныңа рахмет. Тамаша. Ана оқи ғой.
Менің достарым өте көп. Мен оларға тек жақсылық тілеймін. Ата-аналардың үмітін ақтап, сабақтарын тек еске оқысын. Мектепті жақсы бітіріп, үйімсі болып жүрейік. Бір-бірімізді сатпай жақсылап жүрейік. Жаманымызды жасырып, жақсымызды асыра білейік. Мен сендерге тек жақсылық бақыт тілеймін. Тамаша, барлығымыздың да тілегіміз жақсы болыпты. Арсен, оқи ғой. Менің аяттеген досым бар. Ол өте ақылды бала. Оған тілейтін болсақ, сабағын жақсы оқып, мектепті алтынға бітіріп, өзінің қатысып жүрген спортынан әлем чемпионы болуына тілектеспін. Делай, Рамон. Тамаша. Енді балалар, тілектеріміз өте тамаша болыпты. Мен ойлаймын, барлығы да келіседі деп, ең тамаша тілек бізде Мерей оқушымыздікі болды. Бірлік тобына бізге балалар, олай болса, барлығымыз қарайықшы, күлме досыңа деп басталады мақалымыз. Ортасында қажетті сөз қалып кеткен, соны алдымен қол көтеріп, қазақшасын, орысшасын және де ағылшын тілінде 3 тілде айтатын боламыз. Мерей бірінші көтерді қолын. Күлме досыңа келер басыңа, келуі кам және де орысша приехать. Тамаша. Келесі мақалды кім оқиды? Дос. Нұрсая, оқисыңдар? Кәусар оқи ғой. Жарай, Нұрсая оқи ғой. Дос сыртыңнан мақтар, дұшпан көзіңнен мақтар. Көз деген орысша глаза и ағылшынша айс. Тамаша. Глаза және де орысшасы айс. Я, бірінші топ жауап берді, бұдан соң екінші топ. Бізге үшінші мақалды айтайыншы, қол көтерген Кәусар болатын. Дос көтерер көңілді. Мал көтерер? Көтерер, поднять и китап. Тамаша. Досқа ауырлығыңды салма. Досқа ауырлығыңды салма. Достан не алма депті? Достан қарыз алма. Кәнеке, аударайықшы, кім аударады? Қарыз орысшасы не дейді? Долг. Ағылшыншасы не дейміз? Тамаша. Бізде дос жолы алған бұл есептелінеді. Одан соң айтулы достың малы бір. Кемедегінің жаны бір. Кемені орысша тілінде не дейміз? Лодка, ағылшынша шип. Шип. Тамаша. Дос басқа қарайды. Дұшпан? Дұшпан? Аяққа қарайды. Аяқ. Дұрыс аяқ тапты ғой ма? Достық тобына стикер. Бізде бала екі мақал қалды. Дос жылатып айтады. Соқжан бірінші қысқарды. Күдіртіп айтады. Орысша смеешься. Ағылшынша лав. Тамаша. Бізде бұл тобына бір стикер. Бір мақал қалды балалар. Дос көңіліңді суытып айтады. Қасың ойыңды Жылытып ба? Представить қой. Жылтып айтады. Жылтып айтады. Орысшасы. Жылудың орысшасы. Ағылшыншасы көмектесек. Тамаша. Бізде бірлік тобына бір стикер. Балалар, олай болса, сабағымыз аяқталуға жақын қалды. Енді сіздерге сұрақ. Балалар, достық, яғни адал достық туралы кім не айтады? Кәнеке? Кәусар айта қойшы, адалдық туралы, достық туралы. Егер сенің адал досың болса, ол сені еш жерде сатпайды. Сенің көңіліңді тауып жүреді, сенің әрқашан қасында жүреді. Бірге қыдырасың, бірге мектепке барасың, солай. Тамаша, о да ғой. Досыңызды сатпау, сатқындық туралы кім айтады? Арсен айта ғой.
керек. сатпауымыз керек. Дос сатқан деген ол дұшпан. Дұшпандықпен тиеді деп ойлайсың, иә? Тамаша. Отыра ғой. Достық, яғни дос жолына құрбан болу емес. Нағыз досты табу қиын. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жалпы бір-бірімізбен дос болайық, ұйымшыл болайық, досымызды ешқашан сатпайық. Сау болыңыздар.